Болжағыш бала. Бұл оқиға менің жас кезімде болған еді. Ол кезде мен 18 жастамын. Әлі тұрмысқа шықпағанмын. Ата-анаммен бірге тұратынмын. Мектепті жаңа бітіргем. Сабақ үлгерімім орташа болғандықтан институтқа бармадым. Келесі жылы медициналық училищеге құжат тапсырам деп шештім. Жаз мезгілі болатын. Көршінің әйелі босанатын болып ауруханаға кетті де, 3 жасар баласы Ерланға қарайтын кісі қажет болды. Мен бос болғандықтан Ерланға күтуші болуға келістім, ақшаға. Оған ата-анам да қарсы болмады. Кешке Ерланды ұйықтатып, сосын үйге қайтатынмын. Кішкентай болса да, ол ұйықтар алдында ертегі оқып беруімді сұрайтын. Мен үйде тұрған кітапты күнде ертегі оқып беретінмін. Бір күні кешке ертегі оқып отырғанымда Ерлан: "Сенің әкең бар ма?" деп сұрады. Мен: "Иә, менің әкем бар, ол өте жақсы адам" деп жауап бердім. Ерлан жеңіл күрсінді де бәсең үнмен: "Ол сенің туған әкең емес қой?" деді. Ол кезде оның бұл сөзіне мән бергем жоқ. Арада 5 жыл өткенде әкемнің маған өгей екенін, мен 7 айлық кезде анама үйленгенін білдім. Тағы бірде Ерланмен көшеде келе жатыр едік, қасымыздан өтіп бара жатқан әскери кісіні көрсетіп: "Ол отан қорғаушы, ер адамға әскери киім жарасады" дедім. Ол үндемеді. Үйге келген соң ренішті үнмен: "Әскери адам ұнаса, әлі-ақ сонымен алыс жаққа барып тұрарсың" деді. Анасын сағынған болар деп, ол кезде Ерланның ол сөзіне де мән бермедім. Алайда арада бірнеше жыл өткенде әскери азаматқа тұрмысқа шығып, туған жерден жыраққа кетуге мәжбүр болдым. Анасы ауруханадан шығып келген соң Ерланға өзі қарайтын болды. Көп ұзамай менің ініммен бірге Ерланды да балабақшаға орналастырды. Көбіне оларды кешке балабақшадан мен алып қайтатынмын. Сондай кездерде Ерлан маған ойда жоқта бірдеңелерді айтып салатын. Оның сол айтқандарынан кейін дәл келетінін мен ол кезде сезген де жоқ болатынмын. Бірде ол: "Сенің екі бірдей балаң болады" деді. Оның бұл айтқаны да дәл келді. Бүгінде бір-бірінен аумайтын екі ұлым бар. Арасы бір жас болғанына қарамастан, елдер оларды ажырата алмайды. Білмейтін кісілер: "Егіз бе?" деп көп сұрайды. Тағы бірде інім мен Ерланды балабақшадан алып қайттым. Қыс мезгілі, күн суық болатын. Қолғабымды ұмытып кетіппін. Қолым тоңып, қызарып кеткенін көрген Ерлан: "Байқа, қолыңды суыққа шалдырып алма, әсіресе мына қолыңды" деп сол қолымды көрсетті. Арада 2 жыл өткенде қолым түсік шалды. Сол қолым қатты зақымданды. Анасы ауруханада жатқанда Ерлан: "Анам ауруханада бекер жатыр. Дәрігерлер бәрібір көмектесе алмайды" деген еді. Расымен де сәби туа сала шетінеп кетті. Тағы бірде Ерлан маған: "Әжең қатты жөтеліп жүр ғой" деді. Сол кезде оның бұл сөзіне таң қалдым. Баланың жай айта салған сөзі деп қабылдадым. Өйткені әжем сап-сау болатын. Алайда арада 4 ай өткенде әжемнің өкпесі қатерлі ісігіне шалдыққаны анықталды. Ауру тез өршіп, көп ұзамай әжем қайтыс болды. Ерланның айтқандарынан кейіннен ғана мән бере бастадым. Өйткені араға жылдар салып, оның айтқандары дәл келіп жатты. Бүгінде мен ұшақпен ұшпаймын, үйде гүл өсірмеймін. Ит көрсем, 1 шақырым жерден айналып өтемін. Себебі ол маған осылардан сақтануды айтқан. Бірде Ерланның ата-анасы қонаққа баратын болып, менен оның қасына болуымды сұрады. Мен келістім. Жатар алдында оған сандар жайлы өлең оқып отырдым. Кезек 10 санына келгенде ол: "Болды, бұл жаман сан" деп менің қолымдағы кітапты алып жауып қойды. Ол сол кезде өзінің өлетін күнін сезді ме екен? 2010 жылы 10 қазанда Ерлан қайтыс болыпты. Ол кезде мен басқа қалада тұратынмын. Оның неден қайтыс болғаны туралы ешкім білмейді екен. Ата-анасынан сұрауға дәтім жетпеді.